Ермек Бекмухамедұлы Серкебаев 1926 жылдың 4 шілдесінде Петропавл қаласында дүние есігін ашады. Әйгілі опералық және камералық әнші, баритон, педагог, КСР халық әртісі, КСР халық әртісі, профессор, қоғам қайраткері, социалистік еңбек ері. Әкесі Бекмухамед Құсайынұлы Серкебаев, педагог, жазушы, ақын, драматург, Қазақстан жазушылар одағының алғашқы мүшелерінің бірі. Білім беру саласында еңбек етті. Анасы Зылиха Сабырқызы бастауыш класстар мұғалімі болды. Ермек Серкебаев 3 сыныптан бастап оқуын Алматыдағы номері 54 мектепте оқиды. 1941-43 жылдары Чайковский атындағы Алматы музыкалық училищесінде скрипка класы бойынша оқып, отбасының материалдық жағдайына байланысты 3 жылдан кейін оны тастап, Қазақстан радиосына дикторлыққа келеді. Оған қоса киностудияның кейбір фильмдерінде осы тұрғыда қызмет атқарады. Марапаттары: 1953 жылы вокалистер конкурсының лауреаты, 1956 жылы КСР халық әртісі, 1959 жылы КСР халық әртісі, 1972 жылы КСР Байсейітов атындағы мемлекеттік сыйлығының иегері, 1977 жылы КСР мемлекеттік сыйлығының иегері, 1984 жылы Октябрь революциясы ордені, 2 мәрте Ленин ордені, еңбек қызыл ту ордені, 1986 жылы социалистік еңбек ері, 1990 жылы Петропавл қаласының құрметті азаматы, 2000 жылы музыка номинациясы бойынша Тарлан сыйлығының лауреаты, 2011 жылы Жыл адамы фестивалінің жеңімпазы. Репертуары: орыс және шетелдік, сонымен қатар советтік классикалық опералардың негізгі партиялары. Төлебаев Біржан мен Сара, Төлебаев және Брусловский Амангелді, Ахмет Жұбанов пен Хамиди Абай, Мұхамеджанов Айсұлу, Брусиловский Ертарғын Дударай, Чайковский Евгений Онегин, Пиковая дама, Шибалин Укрощение строптивое, Рассений Севильский цирюльник, Фауст қазақтың халық әндері, орыс және шетел композиторларының шығармалары. Репертуары: орыс және шетелдік, сонымен қатар советтік классикалық опералардың негізгі партиялары. Төлебаев Біржан мен Сара, Төлебаев және Брусловский Амангелді, Ахмет Жұбанов пен Хамиди Абай, Мұхамеджанов Айсұлу, Брусиловский Ертарғын Дударай, Чайковский Евгений Онегин, Пиковая дама, Шибалин Укрощение строптивое, Рассений Севильский цирюльник, Фауст қазақтың халық әндері, орыс және шетел композиторларының шығармалары. Назарларыңызға Шамшырақ клубының директоры Али Асқаров Мараттың орындауында Өмір әнін қабыл алыңыздар. Өмірдің мәні қандай, қайратыңмен қайратқа шаққандай, қайғырма ешқашанда, қайғырма ешқашанда, өмірің өз қолыңда. Өмірдің мәні басқа, сүрінбеске болады жөні басқа, болады жеңілмеске, болады жеңілмеске, өмірің өз қолыңда. Болған сайын жарысқа озғанында, өміріміз әрқашан астында. Қайғырма ешқашанда, қайғырма ешқашанда, өмірің өз қолыңда. Қайғырма ешқашанда, өмірің өз қолыңда.
үшін бақыт үшін қанша жан көз жұмғаны арманда кетті қанша арманда өтті қанша өмірім өз қолыңда өтті қанша бозынген боздағында осы өмірім қашан өз қолыңда қайғырма ешқашанда қайғырма ешқашанда өмірім өз қолыңда қайғырма ешқашанда қайғырма ешқашанда өмірім өз қолыңда